Клиптің желісінде әлем, сіз Заг екеуіңіз бір нәрсені естеріңізге түсіріп, қайта жүгіресіздер. Осының бір мағынасы болды ма? Не нәрсені сен еске түсіріп? Әлем телефонмен сөйлесіп, яғни ол сөйлесіп болып, сен кетіп қаласың ғой. Содан кейін ол сезінеді, айырылып қалған қыздан. Жоқ, мен айырылмауым керек деп, сол кезде артқа жүгіреді қайтадан. Қайтадан артқа жүгіреді, қайтадан. Әлем ана жерді ұстайды да, сол кезде қыз да ана жерді ұстайды. Ұстап тұрады байқасаңыздар. Бір-бірін ұстап тұрғандай болады. Негізі план бойынша сою керек. Сосын сен қай жерде жүгірдің? Мен қай жерде жүгірдім? Жүрді. Жүрді. Мен жүрген жоқпын ғой деймін. Жүргенім бе? Осының үстінде бар. Мост үстінде былай кетіп қаласың сен, ана қыздан айырылып кетіп қаласың. Мен кетіп қалдым. Оны дұрыстап қараса, ана жерде қыз кетіп баратады былай. Шетте, мына жақтан мен кетіп барам. Екеуміз екі жаққа айырылдық деген белгі да. Олар қызынан айырылды. Мен қайтып бардым. Мүмкін солай, иә. Жоқ, мен клипті ойланып кеттім да. Сонда байқадық па, әркімнің сюжетный линиясы қандай мысалы? Жа, соны айтып кетейік, мысалы, менің сюжетный линиямда мен қызыммен ұрысып жатам. Енді болады ғой, әртүрлі сезімдер кімнің жаңағы іштей көкіректігі ойнайды әр адамда. Сондықтан бір-біріне беріспей, екеуі жан-жаққа кетіп қалады. Соңында сондай нәрселердің әртүрлі не дейді жаңағы? Завершение. Аяқталу, әртүрлі қалай аяқталуы мүмкін, соны әрқайсымызда көрсетілген. Мен мысалы соның бәрін жеңіп артқа қайтып барды деген сияқты кешірім сұраймын. Біреулері соны қабылдай алмай, былай әрі қарай кете беріп, солай айырылып қалып жатады мысалы, өз махаббаттарынан. Мысалы сондай нәрселер көрсетілген. Мысалға менің сценамды айтатын болсақ, менің қызым Австралияға оқуға кететін болды. Сондықтан екеуміз амал жоқ сол жерде тұрып айырылыстық та, менің жүрегім ауырды, а ол Австралияға кетті. Австралияға? Ник деген жігіттен жүріп кетіпті. Жарайды, рахмет. Енді біз